Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен 2022 жылы шыққан хоррор-комедия жанрындағы ерекше фильм «Нелюди» жайлы әңгімелесеміз. Бұл фильм сіз көрген кәдімгі зомби апокалипсис емес. Мұнда бір жағынан үрей, бір жағынан әзіл бар, ал ең қызығы, ортасында күтпеген оқиға бұрылысы бәрін төңкеріп тастайды. Режиссерлері Маркус Данстен мен Патрик Мелтон, екеуі де хоррор жанрында тәжірибелі, коллекционер секілді фильмдерімен танымал. Бірақ бұл жолы олар атмосфераға жеңіл юмор қосып, жасөспірімдерге арналған, бірақ ересектерге де қызық болатын оқиға ұсынды. Оқиға мектеп оқушыларынан басталады. Олар автобуспен саяхатқа шығып бара жатады. Әрине, топ ішінде әртүрлі типаждағы балалар бар: популярный қыздар, спортшылар, ботаниктер, тұйық балалар, тіпті кішкене бұзақылар да кездеседі. Бірақ жол үстінде бәрі өзгеріп кетеді. Автобус кенеттен жол апатына ұшырайды. Оқушылар өздерін қалың орманның ортасында байланыссыз және көмекке жете алмайтын жағдайда табады. Алғашында олар абдырап қалады, кімнің кінәлі екенін талқылайды. Бірақ көп ұзамай орманда бір түрлі дыбыстар естіледі. Қанға тоймайтын, зомби тәрізді жаратылыстар көрінеді. Олар жүгіреді, шабады, тіпті жарақаттанғандарды да аямайды. Бір сәтте жағдай нағыз хаосқа айналады. Оқушылар тірі қалу үшін бірігіп қимылдай бастайды, бірақ олардың араларында сенімсіздік күшейеді. Біреу қашып кеткісі келеді, біреу өзін ғана ойлайды, біреу ерлік жасауға тырысады. Фильмнің ортасына қарай үлкен сюжет бұрылысы болады. Көрермен бірден түсінеді, бәрі біз ойлағандай емес. Жаратылыстардың шығу себебі, апаттың мәні және кейіпкерлердің шынайы бет-бейнесі ашылады. Бұл сәт фильмді жай ғана стандартты зомби хоррордан ерекшелендіреді. Фильмде хоррор элементтері бар, бірақ ол шынайы үрей емес, жеңіл қорқыныш пен исуат көңіл күйдің арасы. Кейбір сәттерде экрандағы жағдай күлкіңізді келтіреді, кейбірінде шынымен мынау жаман болды ғой деп уайымдайсыз. Камера жұмысы жылдам, оқиға қарқыны бір сәтке де баяуламайды. Әзіл мен экшн араласқан динамика фильмді 1-5 сағат бойы жалықтырмай көруге мүмкіндік береді. Нелюди — бұл бір жағынан зомби фильмі, бір жағынан жасөспірімдік комедия. Терең философия немесе шынайы үрей күтпеңіз, бірақ достармен отырып, попкорнмен көруге тамаша. Оқиға қарқыны, күтпеген бұрылыстар және юмор фильмді көңіл көтеретін кешке лайық етеді. Егер сізге зомби тақырыбы, жасөспірімдер драмасы және жеңіл хоррор ұнаса, Нелюди міндетті түрде тізіміңізге енуі керек.